Қайырлы күн, құрметті Қарасай ауданы тұрғындары. Бәріңіз білгендей, төтенше жағдайға байланысты үкімет отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жұмыспен қамту жол картасы аясында өзгерістерді енгізуді тапсырды. Осы бағдарламаның басты мақсаты жұмыссыз азаматтарды және карантин уақытында жұмыссыз қалған азаматтарды жұмыспен қамту. Осыған байланысты қазіргі уақытта ауданымыз бойынша осы бағдарламаның аясында 62 нысан бекітілген. Оның 60-сында жұмыс атқаруда. Жалпы айтқанда осы нысандар құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық салаларында жүзеге асыруда. Айтылған жобаларда 1880 жұмыс орындары ашылуда. Оның келісім шартына сәйкес 50%, яғни 940 азаматы жұмыспен қамту орталығынан арқылы жұмысқа кіргізу жоспарланған. Қазіргі уақытта Қарасай ауданы бойынша жұмыспен қамту орталығынан арқылы ашылған жұмыс орындарына 171 жұмыссыз азамат жіберілді. Бұл жұмыстар жалпы айтып өтсек, келісім шарты бойынша уақытша жұмыс болып табылады. 85 мың теңге жалақысы мен мердігерлердің талабына сәйкес көптеген мамандықтар бойынша жұмыс орындары ашылды. Мысалын келтірсек, техникалық жұмысшы, жол жұмысшылары, жүк көлік жүргізуші және тағы басқа мамандықтар бойынша жұмыстар ашылды. Осы бағдарламаға қатысу үшін сіздер тікелей аудандық жұмыспен қамту орталығына немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша әкімдіктеріңізге жүгінуіңіз қажет. Жұмыспен қамту орталығының байланыс телефоны экранда көрсетілген.